28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары күні. Мереке қарсаңында облыс әкімі дәстүрге сай салада ұзақ жылдар бойы еңбек еткен азаматтарды марапаттады. Ол журналистер қауымының жұмысына табыс тілеп, ыстық лебізін де білдірді. Ардагер журналист пен телеарна газет тілшілерін, сондай-ақ бақ пен етене жұмыс істейтін мамандарды арнайы шақырған әкімдік бүгін қалам иелерін кәсіби мерекемен құттықтап толағай табыс тіледі. Әкімнің арнайы марапатын жеткізген аудан басшысының орынбасары Нұрболат Ақынғалиұлы халық пен билік арасындағы алтын көпір ақпарат мамандарының жұмысын жоғары бағалап, елге еңбек ету жолында етене жақын болу қажеттігін атап өтті. Ауданда атқарылып жатқан жұмысты азаматтарға жеткізу мәселенің мәнін анықтап, түйінін тарқату жолында тынбай еңбек ететін тілшілер қауымының жауапкершілігі мен жанкештілігі қай кезде де қоғам үшін маңызды дейді жиналғандар. Қордай жерінен шыққан қалам ұстаған даңқты тұлғаларымыз аз емес. Жаңағы Несіпбек ағамыз өз алдына, Сұлтыр жақтан Марал Ысқақбаев деген ағамыз бар. Ол кісі 85-ке келіп қалды. Қарасу ауылынан Жақан Сатаев деген үлкен жазушы болған. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін осы мерекемен құттықтаймын. Қаламдары жүйрік болсын.